Баршаға сәлем, менің есімім Масем. Сіздермен осы видеода осындай әдемі сумка тоқуды үйренеміз трикотаж жібінен. Тоқылуы өте қарапайым, оңай әрі аз уақытты алады. Сумкаға керек заттармен таныс болайық. Бізде ең алдымен трикотажный жіп керек, жуандығы 7-9 мм. Менде цвет коралловый. Одан кейін осындай екі ашылатын кольцо, магнитный кнопка және осындай цеп керек болады карабинде, немесе бауды өздеріңіз тоқсаңыздар да болады. Основной тоқуға бізде 6 номерлі крючок и көмекші ретінде 4-4,5 алсаңыздар болады. Бұл кончигін жасыру үшін керек болады. Алдымен жіпті осылай босатып, жұмысқа дайындап аламыз. Тоқу барысында осылай жіпті созып отырып тоқимыз. Енді 18 воздушный петля аламыз. Бірінші түйін жасамаймыз. Бұл бізде бірінші воздушный петляның орнын атқарады. Уже бір кетті, 2, 3. Міне 18 воздушный петля теріп алдық. Енді мынау арт жақтағы петлялардан алып тоқимыз. Мына косичкадан емес, артындағыдан. Міне. Обычный столбик без накида тоқимыз. Қатардың соңына дейін, мына бірінші петляға дейін 16 столбик без накида тоқимыз. Міне 16 столбик без накида тоқып алдық. Енді мына соңғы петлядан осы жерден 3 столбик без накида тоқимыз. Бұл бізге плавный переход жасау үшін керек. 1, 2 и дәл осы жерге 3-ші. Енді мына жіпті тартамыз. Сол кезде мына жердегі жиырылады. Енді осы кончикті қосып отырып, мына бетін тоқимыз. Енді бұл жерде сразу мына екі косичкадан алып тоқимыз. Мына кончикті ұстап отырып, қосып тоқып жіберіңіздер. Қатардың соңына дейін 16 столбик без накида тоқып аламыз. 16 столбик без накида тоқып алдық. Енді мына жерден прибавка жасаймыз. 3 столбик без накида бір основаға. Бірінші рядты біттік. Енді қатарды бекітеміз. Ол үшін мына жерде косичкалар тұр. Бірінші, екіншінің арт жағынан алып келіп, жұмыс жібімізді шығарамыз. Просто артқа шығарып тұрамыз и крючогымызды шығарып аламыз. Енді мына тоқып жатқанымыздың оң бетіндегі жаңағы жұмыс петлямыздың астынан өткізіп, мына петлядан шығарамыз. И мына жіпті кішкене тартып, бір воздушный петля жасаймыз бері қарай. И және бір воздушный петля. Осымен бірінші қатарымыз бекітілді. Егер түсінбеген болсаңыз, видеоны қайттан артқа айналдырып, бір қарап дұрыстап бекітіңіз. Бірінші қатарының соңында мына петляны қосқан кезде общий 38 петля болу керек. Енді екінші қатарды тоқимыз. Мына уже бірінші петля бізде тоқылған есеп болып тұр. Әрі қарай 15 столбик без накида тоқимыз поворотқа дейін. 15 столбик без накида тоқыдық. Мына біріншіні қосқан кезде общий 16 болу керек. Енді мына жерде жаңа бір основадан 3 петля тоқыдық, 3 воздушный столбик тоқыдық. Енді соның каждыйынан 2 столбик без накидадан тоқимыз. Екінші столбиктан 2 тоқимыз. 1 и 2. Үшіншісінен 1 и 2. Міне. Енді каждыйынан біреуден жалғастырамыз. Мына жерге дейін 16 столбик без накида тоқып аламыз. 16 столбик без накида тоқып алдық. Әрі қарай жаңағы мына жақтағыны қайталаймыз. Мына жерде 3 петля қалды. Солардың каждыйынан 2 столбик без накидадан тоқимыз.
Енді екінші қатарды бекітеміз дәл жаңағыдай. Екінші петлядан өткізіп, екінші болғанда бұл негізі бірінші болып саналады. Мынау бізде бір столбик без накиданың рөлін атқарады. Екінші қатардың соңында бізде общий 44 петля болу керек. Міне. Енді сумканың стенкасын тоқимыз. Сол үшін тағы бір воздушный петля аламыз. Енді мұқият қараңыздар. Мына жіпті дұрыс ұстаңыздар. Мына жіптің кесілген жағы сыртқа қарап тұру керек. И накид аламыз. Накидті біз былай алатын ек, енді былайынан аламыз. Міне, крючокты арт жағынан алып келдім. И дәл жаңағы бірінші тоқыған жерімізге алып келіп, накид петля алып шығамыз. Міне, длинный петля, ұзын петля аламыз. Тағы да бір накид. И сол жерден тағы бір петля шығарамыз. Егер мыналарыңыз айналып кетіп жатса, қолмен дұрыстасаңыздар болады. Мына жіптің кесілген жағы сыртқа қарап тұр. Енді тағы да накид. Бір петля қалдырамыз мына жақтан. И келесінен тағы да ұзын петля шығарамыз. Міне қараңыздар, айналып кетті. Бұны қолмен былай дұрыстай салуға болады. Біреу кетті. Тағы да бір накид. И дәл сол жерге тағы бір петля, ұзын петля шығарамыз. Міне. Енді осының барлығын бір тоқып аламыз. Бір өткіземіз. Міне. Бекітеміз. Бір воздушный петля аламыз. Жіпті дұрыс ұстаймыз. Петля, накид. Енді дәл осы жерден жаңағыдай екі длинный петля аламыз накидпен. Бір, екі. Енді тағы да накид. Енді мына жерден аламыз. Жаңағы астындағы, астыңғы қатардағы екінші тоққанымыздан накид алдық. И осы жерден екі длинный петля аламыз накидпен. Накид. Дәл сол жерден тағы да. Міне. Енді тағы да накид. Бір петля қалдырамыз. Келесінен екі длинный петля аламыз накидпен. Біреу кетті. Енді екіншісі міне. Осының барлығынан енді бір өткіземіз. Бекітеміз. Кішкене тартып, петляның көлемін кішірейтеміз. Енді тағы бір воздушный петля аламыз. Енді осы рисунок қайталанады. Мына жерден біреу. Қазір екі петля аламыз длинный. Мына жерден екі петля длинный. И біреу тастап, тағы да екі петля аламыз мына жерден длинный. Ол үшін мына жіпті дұрыс ұстаңыздар. Накид. Дәл мына жерден жаңағы накидті ұстап тұрыңыздар да. Ұзын петля шығарамын. Тағы да накид. И тағы да бір ұзын петля шығарамын. Накид. Енді астыңғы жақтан тоқимын. Ұзын петля, накид. Екінші ұзын петля. Накид. Біреу қалдырамыз. Келесінен тоқимыз. Накид. И тағы бір ұзын петля осы жерден. Міне. Енді осының барлығынан бір өткізіп аламыз. Енді бекітеміз. Тартып, мына жердегі петляның көлемін кішірейтеміз. И бір воздушный петля. Міне, дәл осы рисунок қатардың соңына дейін қайталанады. Бірінші қатарды аяқтайын деп қалдық узормен. Соңғы раппорт қалды. Қазір
қатарды қалай жабу керектігін көрсетемін. Алдыңғы қатардан енді жаңа мына жақта бір петля қалдырып келесінен тоқып жатқан неге енді мына жерде бір петля қалды, соны қалдырып мынау басталған жерден тоқимыз. Сол кезде қатарымыз қосылады. Міне, енді осының барлығынан бір тоқып аламыз. И бір воздушный петля. Енді қатарды бір-бірімен қосу керек. Ол үшін тек мына жерден ғана тоқимыз. Накид, петля, накид и петля. Накидтеріңіздің үстін петляларыңыз жауып тұрса, сол кезде аккуратно болады. Енді осыдан бір тоқимыз и мына қатардың басымен апарып қосамыз. Міне, осымен бірінші қатарымыз аяқталды. Енді екінші қатарды тоқу үшін 2 воздушный петля и дәл жаңағы мына жақтағы қайталанады. Накид, дәл осы жерден петля, накид, петля. Енді накид и келесіден, міне, келесіден петля, накид, петля. Міне, накидтардың үстін петлямен жауып қойсаңыздар, аккуратно болады. Енді осыдан бір тоқимыз. Қатарды бекіттік, енді бір воздушный петля. Енді дәл жаңағыдай қайталанады. Мына жерден тоқимыз, мына жер и мына жер. Түсіндіңіздер ғой? Накид, дәл осы жерден тоқимыз. Накид и мына өткен қатардағыдан. Көріп тұрсыздар ғой? Осы жерден тоже 2 петля тоқимыз накидпен. Накид, енді келесіден. Накид, петля. Накид, петля. Міне. Былай қарап тұрсаңыздар, біз қазір гүлдің 3 лепестогын жасап жатырмыз. Солай түсіндірсем, сіздерге түсініктірек болар, иә, міне. Мына гүлдің 1 лепестогы, мына біреу и мына біреу. Осылардан енді бір шығарамыз. Жіпті тартып бекітеміз. И бір воздушный петля. Дәл осы узор қайталанады қатардың соңына дейін. Екінші қатарды аяқтаймыз. Дәл жаңағыдай тек осы жерден накид петля, накид петля. Осыдан бір өткіземіз и мынаның басымен апарып қосамыз. Осымен екінші қатарымыз аяқталды. Енді дәл осылай 2 қатар тоққандай общий 6 қатар тоқимыз. 6 қатар тоқыдық. 1, 2, 3, 4, 5, 6 қатар тоқыдық. Енді қатарымызды бекітеміз. Жай соединительный столбикпен бекітіп аламыз. Және бір воздушный петля. Енді соңғы қатарды тоқимыз. Жай столбик без накида. Бір основаға 2 тоқимыз. 1. Дәл осы жерге екінші столбик. Келесінен тоқимыз, міне. Мына жерде гүлдің лепестогы деп санасақ, осылардың каждайынан ортадан 2 столбик без накидамен тоқып шығамыз.
осылай айналдырып мына жерге дейін тоқимыз. Қатарды аяқтадық. Енді жұмыс жібімізді кесеміз. Қатарымызды қосамыз. Ол үшін кішірек крючок алып, мына жердегі косичканың артқы жағынан өткізіп, жұмыс жібімізді шығарамыз. И мынаның іш жағынан, міне, көріп тұрсыздар ғой, қай жерден кіргізіп жатырмын. Осы жақтан қайтадан алып шығамыз. Кішкене тартып, формасын береміз петляның. Қатарымыз қосылды, міне. Енді мына кончикті мына столбиктардың артына жасырып шығамыз. Кончикті уже кесіп тастасақ болады. Мына жерде қарасаңыздар, шов кеткен. Бұл біздің сумкамыздың артқы жағы болады. Алды мынандай, ешқандай шов жоқ, өте аккуратный тоқылған. Енді сумкамызға магнитный кнопкамызды тігіп шығамыз. Біреуін мына бетіне, екіншісін мына бетіне қойып, тігіп шығамыз. Ол үшін сіздер дәл осындай түстес жіп қолдансаңыздар болады, немесе мынадай мононить, бұл өте тонкая леска деп атайды. Осындаймен тігіп шықсаңыздар да болады. Мен кнопканы тігіп болдым. Обычный тігіспен тігіп алдым. Енді қалған фурнитураларын орнатамыз. Ашылатын кольцомызды алып, шетіндегі петлялардан өткіземіз. Енді мынаны ұзын қылып қойсаңыздар да болады, немесе қысқа қылып тақсаңыздар да болады. Брошка немесе басқа да аксессуарлар қоссаңыздар болады мына сумкаға. Алмаған осылай тек тоқылған күйінде ұнайды. Мастер-класс ұнады деп ойлаймын. Егер мастер-класс ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Келесіде тағы да қызықты, әдемі видеолармен бөлісемін.